Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы ас атасы нан деп аталады. Оқу қызметіміздің мақсаты өз ойларын дұрыс әрі қысқаша байланыстырып жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру және ас атасы нанмен танысу. Ал балалар, оқу қызметімізді шаттық шеңберінен бастайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан әр күнге. Жарайсыңдар балалар. Балалар, барлығымыз нан дегеннің не екенін білеміз ғой, иә? Біз үйде нан жейміз бе? Олай болса, балалар, нан туралы видеоролик тамашалайық. Ас атасы нан ең танымал және сұранысқа ие. Бағасы да қолжетімді азық түрі. Бүгінде елімізде наубайхана өте көп. Бидайдан нан пісіру неолит дәуірінде пайда болған деседі. Дегенмен ол кезде нанның құрамы су мен бидай ұнтағынан ғана тұрса, қазір оған ашытқы, сүт, түрлі дәмдеуіштер қосылады. Осылайша нанның өзі де, дәмі де өзгерген. Балалар, бейнеролик тамашалап болсақ, Әлихан атамыздың ас атасы нан өлеңін оқиық. Кәне, нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар дейді. Жарайсыңдар балалар. Ал енді шамалы шаршап қалсақ, сергіту сәтін орындайық, иә? Ал балалар, тұрайық, алақанды ұрайық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бір тынығып алайық. Ал балалар, сәл тынығып алсақ, ойын ойнайық, иә? Бүгінгі ойынымыз кім неге барсын деп аталады. Мына екі қорапта нан өнімдері мен тәттілер болған екен. Қораптың аузы ашылғанда олар қашып кетіпті. Ал енді сол өнімдерді қайтадан қорапқа жинап салайық. Ата-аналарымызбен бірге суретін салып, кері байланыс жасап жіберейік. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар, белсене қатысқандарың үшін рахмет.